Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз бүгін жаңа бөлім бастаймыз. Астана мәдениет пен өнер ордасы. Әкім Ысқақ күн ұлымын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы: Астана елімнің мақтанышы. Сабағымыздың мақсаты: сұрақтарға ауызша жауап береміз. Мәтінге тақырып қоямыз. Мәтіннен деректі, дерексіз зат есімдерді табамыз. Сөздікпен жұмыс. Сөздерді менен кейін қайтала. Мәдени, отандық, шетелдік, шаһар, ұйымдастыру, әкімшілік, саяси, жарыс, алақан, көрермен, сәулетші. Келесі. Сұрақтарға ауызша жауап бер. Астана туралы не білесің? Астана қаласы қай жылдан бастап Қазақстан Республикасының астанасы болды? Қандай атақты ғимараттар мен мәдени орындарды білесің? Келесі. Тілдік бағдар. Осы шақ. Осы шақ мағынасына қарай нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ болып бөлінеді. Нақ осы шақ отыр, тұр, жатыр, жүр деген қалып етістіктерінің жіктелуі арқылы жасалады. Мысалы, мен отырмын, мен тұрмын, мен жатырмын, мен жүрмін. Сен отырсың, сен тұрсың, сен жатырсың, сен жүрсің. Сіз отырсыз, сіз тұрсыз, сіз жатырсыз, сіз жүрсіз. Ол отыр, ол тұр, ол жатыр, ол жүр. Ал күрделі осы шақ етістікке ып, п, а, и жұрнақтары жалғанып, қалып етістіктері тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, оқып отырмын, ойнап жүрсің, сөйлесіп тұрсыз, жазып тұр. Келесі. Мәтінді оқы, тақырып қой. Оқушылар, төменде берілген мәтінді мұқият оқимыз. Мәтінді оқып, мазмұнына қарай тақырып қоямыз. Келесі тапсырма. Мәтіннен 3 деректі және 3 дерексіз зат есімді тап. Осы зат есімдерді пайдаланып сөйлем құра. Мәтінді қайтадан мұқият оқыңыздар. Оның ішінен деректі және дерексіз зат есімдерді тауып жаз. Үлгі, идея, дерексіз зат есім. Сөйлем: досыма Астанаға баруға байланысты идеямды айттым. Әрі қарай өзің жалғастыр. Сонымен оқушылар, біз бүгін жаңа сөздермен сөйлем құрадық. Және деректі, дерексіз зат есімді таптық. Мәтінге тақырып қойдық. Сонымен бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.